Тиндер танысу сайтында өзін Саймон Левиев деп атаған израильдік алаяқтың шын есімі Шимон Хают. Ол өзін алмаз магнаттарының мұрагері ретінде таныстырған. Жеңіл жолмен дүниеге ие болғысы келген қыздардың өзін алдап құрығына түсірген. Бірінің ақшасын екіншісіне жұмсап, екіншісінің ақшасын үшінші қыздың сыйлығына жұмсаған Саймон оларға бай өмірдің дәмін татырады. Саймон Тиндер сайтындағы профиліне өзінің небір қымбат чартерлік ұшақтар мен қымбат көліктермен түскен суреттерін, атақты қалалардағы VIP қонақ үйлері мен ресторандарда тамақтаған фотоларын ғана салып отырған. Саймонның алдау схемасы бәрінде бірдей, бір сценариймен жүріп отырған. Қыздармен алғашқы кездесулерінде оларға ерекше көңіл бөлген. Қымбат ресторандарға отырғызып, қыздардың әрбір сөзін мұқият тыңдап, айналысатын жұмысына, басқа да кішігірім тақырыптағы әңгімесіне болсын қызығушылық танытып, неше түрлі қымбат